Осы күннен бастап мөлдір сабағынан шыға сала сол баяғы ғимаратқа асығатын болды. Күнде келіп биші қыздардың көздеріне таныс болып алған соң биші қыздар да оны жатырқамай қарсы алатын еді. Бүгін сынақ тапсырып оқудан кеш шыққан қыз шаршап тұрса да биші достарына қарай асыға жүгірген-тін. Бәрі билерін аяқтап кетіп қалған ба? Залда ешкім жоқ екен. Бөлмеде әуезді әуен ойнап тұр. Би залында ешкім жоқ екен көрген қыз кешігіп қалғанына өкінгендей басы салбырай кері бұрылып шығып кетуге ыңғайланды да әуенді қиып кете алмай сәл кідіріңкіреп ешкімнің жоқтығын пайдаланып билеп алуға аңсары ауып жан-жағына қарап еді. Қыбыр еткен ешкім көрінбеді. Ақыры шыдамай кеткен қыз сырт киімдерін жүре шешіп ортаға шықты да биші қыздардан көріп жүрген қимылдарды салып көріп еді. Өте оңай сияқты сезінді. Биге деген құмарлығын баса алмаған қыз сол жерде еденді протез аяқтарымен дүрсілдете жүріп бірнеше рет құлап тұрғанына қарамастан өршелене кері тұрып әуен біткенше дөңгелене билей берді. Әуен біткенде ғана мектеп қабырғасындағы қимылын салып көрермендерге иіліп ілтипат білдіргендей қимыл жасап барып ентіге тоқтап еді. Ту сыртынан сапырлай соғылған шапалақты естіп артына жалт бұрылды. Қол соғып тұрған биші қыздардың ағайы екен. Ағайды көргенде қысылғаннан екі беті ду қызарған қыз жанталасып сырт киімдерін киюге ұмтылып еді. Өте әдемі биледіңіз, қарындасым. Менің есімім Санжар болады. Егер қаласаңыз екеуміз жұптасып бір билеп көрейік, деп мөлдірге күлімсірей қолын ұсынды. Мөлдір, деп қысыла қолын созған қыздың беті қызыл алмадай болып қызарып тұр. Қызбен қол алысып танысқан соң Санжар әуенді қайтадан қойып, мөлдірдің алдына тұра қалып, қиыла қарап қызға тағы да қолын созды. Бұл жолы еш қарсылықсыз жігіттің қолын ұстаған қыз жаттықтырушы ағаймен жұптасқан күйі ортаға шығып, әуезді әуенге дөңгеленіп билеп кетті. Бір-екі рет аяғының икемі келмей тайып құлап бара жатқан мөлдірді жігіт аса ептілікпен тіреп қалып, екеуі биді тоқтамастан әрі қарай дөңгелене жөнелген сайын мөлдір өзін аппақ бұлттардың арасында қалықтап жүргендей сезініп, әуен біте көрмесе екен деп тіледі. Екеуінің таныстығы осылай басталған еді. Мөлдір сабақтан шыққан соң би залына асығатын болды. Кей кездері кешігіп салса Санжар кетіп қалмай мөлдірді келген соң екеуі жұптасып билеп мәз болатын. Сөйтіп жүргенде тағы бір жылды артқа тастап, келесі оқу жылына абитуриенттер қабылдай басталған шақта Санжар қызға сырттай бөлімге болса да би училищесіне түсуге ақыл беріп еді. Сол бойынша қыз бұрынғы оқуын кешкі бөлімге ауыстырып, құжаттарын осы оқу орталығына өткізіп көріп еді. Онымен бұл қыздың оң аяғы тобықтың тұсынан, сол аяғы тізеден төмен жоқ екенін білген комиссия мүшелері оқуға қабылдаудан бас тартты. Өзінің сүйікті мамандығы бойынша оқуға түсе алмайтын естігенде мөлдір іштен жылап шықты. Мөлдірдің қабылдамай қалғанын естіген Санжар комиссия мүшелеріне қайта кіріп, өлердегі бар сөзін айтып жалынып, мөлдірдің бишілік оқуға қабылданатын болғанда қыздың қуанышында шек жоқ болып, Санжардың мойнына асылып, екі бетінен шөпілдетіп сүйе бергені есінде. Шамалы уақыттан соң оқу жылы да басталып кетті. Мөлдір оқу орнында ең озат, ең еңбекқор студент болуға тырысып, себепсіз оқудан қалмауға жанталасып бағатын тұғын. Үнемі би залынан шықпай, барын салып дайындалған соң ба, бұрынғыдай емес, протездері де икемденіп, қыздың ыңғайына бағына бастағандай. Шар айнала билегенде қыздың екі аяғының протез екенін кейбір жандар біле бермейтінді. Сөйтіп жүргенде биден облыс аралық жарыс өтетін болып, жарысқа бишілерді іріктеу Санжарға тапсырылғанда
Жігіт жарысқа баратын бишілердің тізіміне мөлдірді жазып қойған болатын. Міне, қолайсыз кезең сол кезде басталды. Бұрын бұл оқу орнында тек өзін керемет биші санайтын Жарқынайға протезді қызды жарысқа қосқаны тіптен ұнамады. Жарқынай Санжарды іштей ұнатушы еді. Енді жақсы көретін ағайын мұна протезді қыз өзіне баурап алғанымен қоймай, бұлармен бірге еріп бармақшы екен. Санжарға барып оңашалап, бұл қыз бізге жеңіс әпере алмайды ағай. Жарысқа 2 аяғы сау адамды апару керек қой деп айтып көріп еді. Жарқынайдың сөзін естіген Санжар: Жарқынай, сен бұл іске араласпа. Мөлдір протезбен жүріп-ақ осы жүрген бәрінен артық билейді. Сендер ала алмаған асудан аман жүрсе мөлдір асады әлі, деп шорт кесті. Көптен күткен күнде келіп жетті. Жарыс өткізілетін қалаға келген бишілер өздеріне дайындап қойған қонақ бөлмеге жайғасқан соңда дайындықтарын жалғастырып абыр-сабыр жүгіріп жүр. Жарқынайдың көптен өзіне ала көзбен қарап жақтырмай жүрген мөлдір сезсе де дым сезбегендей бишілермен бірге биін бірнеше қайталап қара терге малшынып әбден сілесі қатса да дайындықты тоқтатпады. Студенттердің дайындықтарын тағы бір пысықтап біраздан Санжар бастаған бишілер тобы жарыс алаңына жол тартып та кетті. Жарыстың басталуына бірнеше сағат қана қалған кез. Бірнеше күн бойы дамылсыз дайындалған жарысқа сақадай сай бишілердің бәрібір жарыс басталар сәтте жүректерінде үлкен қобалжу бар. Әсіресе бұл түскелі тұрған бірінші додасы болған соң мөлдірдің жүрегі алып ұшып ырқына бағынар емес. Бір кезде өз кезегі жетіп, аты аталғанда сахнаға жүгіріп шыққан еді. Өзіне бақырайып қарап тұрған көрермендердің мыңдаған көзін көргенде жүрегі одан сайын алқынып тұрса да, әуен қойылғанда бірден жеңіл қозғалып биін бастап та кетті. Алайда адамның абыройдан айырылуы бір сәт екен. Бидің орта тұсына келгенде музыкалық аспаптарды тоққа қосу үшін ұзартылып жалғанған ұзын шнуры байқамай қалды ма, әлде протезіне ілініп қалды ма, кім білсін. Әйтеуір шыр айналып дөңгелеп билеп келе жатқан мөлдір шнурға сүрініп ұшып түскенін бірақ сезді. Мөлдірдің әдемі билеп келе жатып құлаған көрген Санжар орнынан атып тұрып жүгірді де қызды көтеріп алып сахнадан шығып кетті. Мөлдір құлап түскеніне ұяттан өртеніп бара жатса да көз қиығымен көрермендердің ішінен Жарқынайды іздеген еді. Жарқынай риза болған кейіппен мысқылдай күлімсіреп отыр екен. Ал мөлдірді көтеріп сахнадан шығып кеткен Санжар болса, құшағында солқылдай жылап келе жатқан қызды қалай жұбатарын білмей, құшағына қатты қысып, жасқа толған көзінен сүйіп алғанда денесін тоқ ұрғандай жүрегі дір етті. Сол күні мөлдірдің көңіл күйі болмады. Ішінен осымен бишілік қабілетіме нүкте қойылған болар деп топшалағанда өзін қоярға жер таппай қиналып, тамақ ішуге де зауқы болмай, бөлмесінен шықпай жатып алған болатын. Төбеге тесіле қарап жатып, дәліз бойында улап-шулап жүргендердің дауыстарына тыңдап жатыр. Әсіресе Жарқынай бүгін тым көңілді сияқты. Әр нәрсені бір айтып күле салуды жиілетті. Бір кезде біреу есікті әлсіз тоқылдатты. Алғашқыда есіктің тықылына елеңдеп, жастықтан басын жұлып алған қыз кім болса да көргісі келмейтінін түсініп кері жатып қалып еді. Мөлдір, ояусың ба? Қыздар саған тамақ әкеліп еді. Есікті аша қоясың ба? деген Санжардың даусы естілген соң амалсыз орнынан тұрып, протездерін киді де есікті ашты. Ағайларымен бірге енген екі қыз қолдарындағы тағамдарды үстел үстіне қойды да кері шығып кеткен соң Санжар жөткірініп табалдырықтың тұсында тұрып қалған еді. Ағай, сеніміңізді ақтай алмадым деп мөлдір сөзді бірінші бастады. Ештеңе етпейді, Мөлдіржан. Ондай жағдай сау адамның да басында болады. Жюри мүшелері сенің жағдайыңды жаңа менен естіді.
Саған ертеңгі жарысқа шығуға рұқсат берілді. Бүгін ас ауқатыңды ішіп ал да жақсылап демал. Ертеңгі жарысқа қайтадан қатысатын болдың дегенде мөлдір алғашқыда өз құлағына сенбей аң-таң болып тұрып қалды да жүгіріп барып Санжарды құшақтап бетінен сүйіп алды. Санжар да бұл сәтті жауапсыз қалдырмай қызды құшағына емірене қысып бірер секунд тұрды да құшақтары ажырағанда қыздың бетінен бір шымшып бір көзін қысты да күлімсіреп кері шығып кетті. Енді мөлдір ұйықтай алсайшы. Түнімен өзінің білетін сүрелерін оқып таңға жалбарынып шықты. Ертесіне би жарыста басталып мөлдір тоқтамастан шыр айнала билегенде би біткенше демдерін іштеріне ала көрген көрермендер би аяқталған бойда орындарынан көтеріліп ұзақ қол шапалақтап қошемет көрсетті. Көрермендердің мөлдірдің өнерін орындарынан тұрып қошемет көрсеткендеріне жарқынай ызадан жарыла жаздап тұрса да демін ішіне тартып сыр бермей қарап тұр. Бірнеше күндік би жарыс аяқталды. Жүлделі орынды марапаттау рәсімі басталғанда бас жүлдеге мөлдірдің есімі аталғанда көрермендер тағы ұзақ қол шапалақтаған еді. Жарыстан жүлделі оралған соң Санжар кешке мөлдірді жеңістерін атап өтуге мейрамханаға шақырған болатын. Кешкісін киініп дайын отырған қыздың бұрынғысынан да ажарланып сұлу болып кеткенін көріп көзін ала алмай ұзақ тұрып мөлдірдің дәл осындай сұлу екен бұрын қалай байқамағам деп ойлады. Мейрамханаға келген соңда мөлдірдің жәудіреген балбұта көздеріне қарап қыздың сұлулығына тамсанғаннан басқа аузынан жөнді сөз түсе қоймай абдырап біраз отырып барып біраздан соң бойын жинақтап жарыстан алған әсерлерімен бөлісе бастағанды. Манадан бері жігіттен қымсынып отырған мөлдірде жарыс туралы әңгіме басталғанда ашылып әңгімеге араласа бастады да екеуінің әңгімесі жарасымын тапқандай болды. Әдемі отырыстан шыққан соң екі жас саябақты аралап тағы біраз қыдырысты. Түнгі ызғар денесін қарып қыздың тоңсырағанын байқаған жігіт мөлдірді үйге дейін шығарып салып тұрып қолынан қысып қимай қоштасқан еді. Сол түні екеуі де таңға көз ілмей бір-бірін ойлап шықты. Ертесіне сағынысып тағы кездескен екеу самалатай жарқыраған көше шамдарының астында ұзақ қыдырыстап, сол кесте Санжар қысыла тұрып мөлдірге сезімін білдірген болатын. Жігіттің өзіне деген сезімі бар екен естіген қыздың сұлу бетіне қан жүгіріп, алғашқыда жайнап кеткенімен: «Санжар, сіз менің жағдайымды жақсы білесіз. Қазақта тең-теңімен деген мақал бар екенін бәріміз білеміз. Сізді мен де қатты жақсы көрем. Алайда сізге тең емес екенімді білгендіктен бұл ұсынысыңызды қабылдай алмаймын», деп мұңая жауап қайтарды. Қыздың жауабын естіген Санжар да қарап қалмай: «Осы кезге дейін жүрегім әлдекімді іздегендей сезімде болушы едім. Сені кездестіргеннен бастап іздеген адамым өзім екенін түсініп жүрмін. Иә, әрине, сенің жағдайыңды жақсы білем, ол жағында ойлағанмын. Алайда келіссең сенімен отау құрып бақытты болсам деп шешімге келдім. Егер жүрегіңде маған деген сезім бар болса, жағдайыңнан қорықпашы жаным. Сені ешқашан ренжітпей, аялап өтуге ант етемін», деп жігіт сөзін бітіргенде мөлдір бетін басып жылап жіберді. Сөйтіп бұл түн екі жасқа бақыт сыйлап, екеуінің жүрегін бір-біріне табыстады. Санжардың мүгедек қызға үйленгелі жатқан естіген анасы тағы қарсы болды. Бірақ баласының алған бетінен қайтпайтын білетін анасы баласын қанша үгіттесе де көндіре алмасын біліп, ақыры келісімін берген соң екі жақ той қамына кірісіп та кеткен еді. Үлкен той жасап бере алмаса да ағайын туманың басын қосып қызын қолынан ұзатуға дайындалып жүрген күннен бастап ұзақты күн Мәдина көп ойланатын болды.
Анасының әлденеге көңілі алаң болып жүргенін сезген мөлдір ішінен мені қимай жүргені болар деген оймен онша мән бере қоймап еді. Сондай бір күні Мадина: «Қызым, саған айтар әңгімем бар еді». Мөлдірді қасына шақырып алғанда ештеңе ойламай жүгіріп келіп, анасын құшақтап қасына отыра қалған болатын. «Мөлдірім, оң солыңды таныдың, ақылды қыз болып бойжеттің. Енді міне өз бақытыңды тауып, ұяңнан да ұшқалы отырсың. Барған жеріңе үлгілі келін болып, маған жаман атақ келтірмесіңді де жақсы білем. Мен саған бұл жолы ақыл айтайын деп шақырмадым. Осы кезге дейін сенен жасырып келген сырым бар еді. Мойнымда борыш болмасын деп бүгін соны саған айтқалы отырмын. Есіңде ме? Сені кішкене кезіңде көп баламен жүрген жеріңнен барып алып кеткенмін. Үйге келген соң, қолым бос болмаған соң, сені сол үйге уақытша беріп едім деп айтып едім ғой. Оның бәрі өтірік. Мен сені сол күні балалар үйінен алып кеткен болатынмын. Мен сенің туған анаң емеспін. Туған анаң тірі болса, бір табысып та қаларсың, бәлкім, дегенде мөлдірдің төбесінен біреу ыстық су құйып жібергендей орнынан ышқынып тұрып: «Қалайша? Сіз сонда менің анам емессіз бе? Мен сенбеймін!» деп айқайлап жіберді. Мөлдірді балалар үйінен қалай асырап алған туралы барлық оқиғаны жылай отырып Мадина ұзақ әңгімелеп болған соң ғана есін әрең жиған қыз: «Менің анам тек қана сіз», деп Мадинаны құшақтап еңірей құлады. Анасы мен қыз сол түнімен сырласып, бірде жылап, бірде күле отырып, таңды ұйқысыз қарсы алған болатын. Кешікпей екі жастың тойлары өтіп, мөлдір келін атанды. Санжардың анасы келінін жылы қабылдай қоймаса да, Санжар мен әкесі мөлдірді қызғыш құстай қорғап отыратын болған соң, үйдегілердің көзінше ештеңедей қоймауға тырысатын еді. Көп кешікпей мөлдірдің аяғы ауырлап, 9 ай 9 күннен соң өзінің көзі сияқты ботадай жәудіреген көзі бар шай құярға өмір сыйлаған еді. Сол аралықта мөлдір оқуын жасы аяқтап, диплом алып үлгергенде болатын. Санжар жұмыста, мөлдір баламен үйде отырғандықтан күн ұзақты үйдің тірлігімен күйбеңдеп жүріп, түнде төсегіне сүрініп әрең жететін. Сондай бір түнде баланы тосып болған соң, горшокты төгіп келмекке қасында шешулі тұрған протездерін киіп отырғанды. Әйелінің күйбеңдеп протез киіп отырған көрген Санжар: «Сен жата берші, мен төге салайын», деп горшокты келіншегінің қолынан алып шығып кеткен еді. Соның бәрін келесі бөлмеде естіп біліп жатқан енесі орнынан тұрып бұлардың бөлмесіне келді де: «Өзің шалжиып жатып алып, ер азаматыңды жұмсап қойғаның не сұмдық? Күйеуге шығуға білгенде осындай тірліктерді де қоса алып жүруді білмеп пе едің? Ендігәрі бүйтіп күйеуіңді жұмсағаныңды көрмейтін болайын», деп дүрсе қоя бергенде мөлдірдің жүрегі аузына тығылып, көзі жасаурап, протезіне кері жармасты. Сол аралықта горшокты төгіп келген Санжар бөлмелеріне кіріп, анасының ұрыс шығарып тұрған үстінен түсіп: «Мама, ол бала жалғыз мөлдірдің ғана баласы емес, менің де балам, сіздің де немереңіз. Горшок төксем өз баламның дәреті. Мөлдірге жата бер, өзім төге салам деген мен, біздің арамызға түспегеніңіз дұрыс», деп анасына ренішті жауап берген еді. Енесі үн демей бөлмесіне кері кіріп кетті. Ертесіне жұмыстан келген Санжар: «Мама, сіздің мөлдірге көп ұрсатыныңызды біліп жүрмін. Екеуі тіл табысып кетер деген үмітім болып еді, үмітім ақталмады. Мөлдірге үйленерде келіншегімнің жағдайын бәрін біліп тұрып, жүрегімнің қалауы тек осы қыз болғандықтан үйленгенмін. Сол күннен бастап мөлдірдің өмірін өзіме аманат етіп алдым. Сондықтан мөлдірге ұрына бергеніңізді қаламаймын. Мені қалай жақсы көретін болсаңыз, мөлдірге де солай қарағаныңыз жөн. Болмаса біз бөлек шығайық», деп
түндегі әңгімені қайта жалғастырды. Сол әңгімеден соң ұлының бір бетке мінезін білетін ана мөлдірге тиісіп сөйлеуін тоқтатып, келіне жылы қабақпен қарайтын болды. Араға жыл салып, тағы аяғы ауырлаған мөлдір балпанақтай бір ұлға өмір сыйлап үлгерген болатын. Екі баланың әкесі болғаннан кейін Санжар бұрынғы жұмысынан кетіп, өз алдына би мектебін ашып алды да, келіншегі екеуі сол мектепке өздері ұстаздық ете бастағанды. Алайда сәбилері әлі кішкентай болғандықтан мөлдір жұмысқа түске дейін ғана барып, қалған уақытта балапандарының қасында болатын еді. Түске дейін балапандарын енесіне қалдырып жұмысқа барып келген мөлдір, жұмыстан келген соң үйдегілердің ас ауқаттарын беріп болып, үй жинауға кіріскен болатын. Төсеніштердің бәрін далаға шығарып, дуалдарға іліп келіп, едендерді жууға құлшынып бастап кеткен еді. Басқа бөлмеде немелерін бағып отырған енесі мөлдірді дауыстап өзіне шақырды. «Мөлдіржан, жаңа телеарнадан балалар үйінде өскен бір қыздың анасын тауып алғанын көрсетті» деп келіне сынай қарағандай болып еді. Мөлдірдің мұны неге айттыңыз дегендей сұраулы жүзбен қарағанын көріп, «Сенің де анаңды іздеп көрсек қайтеді? Оған Мадина құдағайым да қарсы емес» дегенде, екі анасының өзіне өмір сыйлаған анасын тауып беруге ниеттенгенін түсініп, бота көздері жасқа тола басын изеп, келіскендей ишара білдірді. Келіннің келісімін алған соң екі анасы бірігіп, мөлдірдің анасын іздеуге тез арада кірісіп, мөлдір тәрбиеленген балалар үйінен барлық керекті ақпаратты алған соң, бұқара халықтың мұң-мұқтажын айтып, үнемі өзекті тақырыптарды қозғайтын беделді телеарнаға хат жазды. Бұлардың Гүлзада атты әйелді іздейтін туралы хатты алған телеарнаның қызметкерлері өздеріне түскен мәлімет бойынша мөлдірдің биологиялық анасын іздеуге дереу кірісіп кетті. Арада көп уақыт өтпей мөлдірдің анасының табылғаны жөнінде хабар жеткенде, мұндай хабарға әлі дайын бола қоймаған қыз шошып кетіп, телеарна өздерінің бағдарламаларына шақырту жібергенде бармасам қайтеді деп солқылдай бастағандығын. Бағдарламаға баруға мөлдірді үйдегілер мен Мадина анасы әрең көндіріп, ақыры Санжар мен мөлдір жолға жиналды. Жол бойы өмірі көрмеген анам менімен қалай табысар екен? Маған деген көңілі баяғыда суып кеткен болар. Осы ісіміз дұрыс болды ма әлде қате ме деп ойлаумен жүрегі соғып, өзін қоярға жер таппады. Бағдарлама басталып, телеарна қызметкерлері анасы мен қызын студия ішінде тапсырғанда, құшақтарын жазылмай аңырай жылаған екеуге қарап, көзіне жас алмаған пенде атаулы болмады десем артық емес шығар. Студиядан шыққан соң да, «Жаным, қызым, кешіре алсаң анаңды кешірші. Сені тастайын деп тастамадым. Сол кезде одан басқа амалым жоқ болды. Артынан сені тастап кеткен перзентханаға бірнеше рет іздеп те бардым. Ол жерде жасайтын қызметкерлер сені сәбилер үйіне тапсырып жібергеннен басқа мәлімет бермеді. Одан қаладағы бірнеше балалар үйіне барып, сені іздеп таппадым. Өйткені сені тастап кеткенде есіміңді де қоймаған болатын. Ең болмаса есіміңді не деп айтарымды білмей, күні бойы ішқұса болып, балалар үйі төңіректегеннен басқа амалым болмаушы еді. Сені өмір бойы жүрегімде сақтап келемін. Бір сәтке де ұмытқан емеспін. Үйдегі бауырларың да сенің табылғаныңды білгеннен бері әпкелі болдық деп қуанып жатыр деп қайта-қайта құшақтап, еңіреп жылаумен болды. Гүлзада мөлдірді тастап кеткеннен соң арада 4-5 жыл салып, тұрмыс құрып, тағы 6 балаға өмір әкелген екен. Осы уақытқа дейін бір шаңырақта жалғыз өскен қыз артына ерген осынша бауырлары бар екен естігенде есі шыға қуанды. Көп кешікпей ес білгелі бір-бірін көрмеген бауырлар да кездесіп, іні-сіңілдері әпкелеп құшағына құлағанда мөлдір өзін өмірдегі ең бақытты жан сезінген еді.
өмір бойы ішінде сақталған мұң шері оңынан шешіліп бәрінің басы бүтін келген соң да мөлдір өмірге бірінің артынан бірі жиілете туып тағы 3 сәбиді өмірге әкелді де кенжесін жасқа толған соң сәбиін енесіне табыстап Санжарының қасына жұмысқа шықты. Екеуі бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бірнеше шәкірт тәрбиелей бастаған еді. Бұлардың алдынан білім алып өнерлерін шыңдаған бірнеше шәкірт танымалдыққа қол жеткізе бастағанда Санжар мен Мөлдірді телеарналар мен радио ақпарат желілері жиі шақыртып сұхбат алатындығын, бүгінде сондай бір жақсы бағдарламаға өз ойларымен бөлісіп шыққан соң Санжар асығыс жұмысына кетті де Мөлдір ата-енесі мен балаларының ас-ауқаттарын беруге үйге оралған болатын. Таксилетіп келіп үйдің қасына түсе бергенде үйдің жанында тұрған егде жастағы апай мен жігітті байқап қалды. Бұлар неғып тұр деген ойлағанша болмады, әлгі екеу өзінің есімін дауыстап айтқандай болған еді. Балаларын би мектебіне орналастырғысы келген біреулер шығар деген оймен қастарына жақындап амандаса бергенде келіп тұрғандар Медет пен анасы екеуін көріп қорқып қалған жүрегі тағы дір ете түсті. Айналайын, Мөлдіржан, бізден қорықпағын. Біз сенің алдыңа кінәлі екенімізді біліп, сенен кешірім сұрағалы келіп тұрмыз. Кезінде Медеттен саған үйленуіне қарсы болып, екеуіңді үйлендірмей қойған мен едім. Сенің налаңа қалғанымызды енді түсініп, бармағымызды қанша тістесем де бәріне кеш қалғанымды біліп жүрмін. Сені өмір бойы бағып өтеміз бе деген оймен Медеттің саған үйленуіне қарсы болып едім. Екі аяғы жоқ адам маған өмір бойы төсектен тұрмастай болып көрінетін еді. Сөйтсем, қатты қателесіппін. Сенің өз бақытыңды тауып, бақытты өмір сүріп жатқаныңды телеарналардан жиі көріп отырмыз. Өмірдің қатал сыны сенің жүрегіңді құм қылмай, керісінше құрыштай мықты қылып шынықтырғаныңды да біліп жүрміз. Алайда, мына көзімнің ағы мен қарасындай болған Медетімнің сол күннен бастап өміріне өз қолымен балта шапқандай күйде жүрмін. Үйленгелі бірнеше жылдың жүзі болса да, балам әлі сәби сүйе алмай жүр. Сенің налаңа қалдық па деген ой мені соңғы кезде көп мазалап, өзінің ризашылығыңды алғалы келіп тұрмыз. Кешіре алсаң бізді кешірші деп сәнім Мөлдірдің алдында еңкілдей жылады. Бірнеше жыл бойы жүрегінде жазыла алмай жүрген жара болғанымен, Медеттің дәл осылай ұрпақсыз өмір сүріп жатқанын білгенде Мөлдірдің жүрегі шымырлап қатты ауырып кетті. Апатай, жыламаңызшы. Менің ешкімге де өткен өміріме де қазір еш өкпем жоқ. Мен сіздерді баяғыда кешіргем. Ал Медеттің өмірі әлі алда. Әлі де сіз немерелі болып, немерелеріңіздің ортасында бақытты әже болып отырасыз. Бастысы, жүректеріңізді таза ұстаңыздар, намазға жығылыңыздар. Сіздерде бәрі жақсы болатынына сенем, деді даусы дірілдей. Рас айтасың ба, Мөлдіржан? Бізді кешірдің бе? Деп сенім Мөлдірдің қолынан ұстап айырылмай тұр. Ешкімге өкпесі жоқ екен бірнеше рет қайталай тұрып Медет пен сәнімді қайта-қайта жұбатқан Мөлдір біраздан соң екеуімен қоштасып өзін үйде күтіп отырған қымбат жандарға асықты. Үйге кіріп, есіктің алдына аяқ киімін шеше бергені сол еді. Қашан болсын қайғы көрмей жүр аман, мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанам, деп радиодан өзінің ең сүйікті әні шырқалып жатқанын естіп, иә, өмірге өкпем жоқ, шүкірмін, бақыттымын. Кезінде сен маған үйленген болсаң, осы бақытты сыйлар алар ма едің? Алмас па едің? Бәлкім осылай болғаны да дұрыс шығар. Аман жүрші, бақытты болшы Медет, деп күбірледі. Соңы